ұбт-ның екінші мүмкіндігін тапсыратын талапкерлер. Бүгінгі есебіміз жолға, жылдамдыққа байланысты есептер. Оны білгің келсе, оң жақта плюс батырыңыз басып, менің каналыма тіркеліп алыңдар. Бүгінгі есебіміз былай екен. Көлік 60 км/сағат жылдамдықпен қозғалады. Ол 10 минут ішінде қанша қашықтыққа жүріп өтеді дейді. Енді жылдамдығымыз белгілі. Яғни жылдамдығымыз бізде 60 км/сағат. Ал уақытымыз 10 минут дегеніміз болмай қалады. 10 минут ішінде бізде мына жерде сағат берілген, мына жерде минут болып қалды. 10 минут дегеніміз бұны сағатқа айналса 60-тан, яғни 10 болады. Екеу қысқарады, сол кезде бізде 6-тан 1 сағат деген нәрсе пайда болады бізде. Соны енді жол табу керек. S тең 60-ты көбейтеміз, біз 6-тан 1-ге көбейтеміз. 6 мен 60 қысқарады, жауап бізде 10 км/сағат, 10 км шығады жолы. Міне бұның шығару жолы осындай. Немесе бұның екінші бір жолы. Мынандай нәрсе бар. Яғни сағатына 60 км жүреді деген сөз. Яғни бір сағатта біз минутқа бөле салайық. Сонда әр минутта қанша жүреді деген сөз. Әр минутта, яғни бұл 1 км жүреді деген сөз. Әр минутына 1 км жүреді деген сөз. Сонда енді 10 минутта болатын болса, онда ол 10 км жүреді деген сөз. Осылай да шығара беруге болады. Қысқа жол егер түсінетін болсақ.